Ал барлықтарыңызға сәлем достар. Мен қазір Бельгияның астанасы Брюссель қаласындамын. Осыдан 2 сағат бұрын Брюссельге келдім. Қазір қаланың орталығында жүрмін. Орталық деп айтсам бола ма екен, бұл жерді білмеймін. Жанында Акбар шоу бар. Салам алейкум. Акбар екеуміз қайтадан саяхатқа шықтық, бірақ енді Брюссельде ауа райы өте қатты суық екен. -3 градус немесе 4 градус, өте қатты суық. Оранып алдық, менің қолым қатып қалды. Осы достар, бүгін енді Бельгияның керемет жерлеріне барамыз. Брюссельдің. Брюссель өте әдемі екен. Бұл Брюссельде Евросоюздың штаб-квартирасы орналасқан. Жалпы мынау Еуро одақтың астанасы десем де болады, Брюссельді. Қала өте әдемі. Польша сияқты, бірақ суық екен. Тоже сол Польша сияқты. Негізінде бар ғой. Бұл Брюссельге мен ойламаған жерден келіп қалдым. Акбармен бірге. Үйде Варшавада жатып, іш пысып кетті. Қайда барсам болады, не істесем болады деп. Сонымен мынау Ryanair'дан, Wizz Air'дан билеттер қарап жаттым. Сөйтіп арзан билет тауып алдым. Акбар шоуға Софиядан Брюссельға, Брюссельден Софияға 100 лев. Ал маған Варшава, Брюссель, Варшава шамамен бір өтірік айтпасам бір 200 злота болды. Ол да 100 лев. 100 левке ол бір 25 мың теңге шығар, 30 мың теңге ма. Брюссельге келдік. Енді бірақ білмеймін, енді қатты суық екен. О-майо, айта алмадым достар. Бұл Бельгияда негізі мемлекет қабылдаған жаңағы официальный 3 тілі бар. Біріншісі немецкий, екіншісі французский, ал үшіншісі нидерландский, яғни голландский. 3 тілде сөйлейді. Жаңа афроамериканецтер көп екен. Көп жаңағы мындай қуыстарда, осындай көшелердің углдарында дейм ба, не дейм ба. Африканецтер көп екен, барлығы французша сөйлейді. Жаңағы кезінде Францияның колониясы болған Африканың мемлекеттерінен келген мигранттар ғой бұлар. Осы достар, кейбіреулері немісше сөйлейді, кейбіреулері жаңағы айтып кеткендей голландский сөйлейді. Осындай жазуларда мынау неше түрлі дүкен, ғимараттардың үстінде жазылған жазулар. Біреуі немісше, біреуі французша, біреуі голландский, біреуі ағылшынша. Бұл Бельгияның өзінің жаңағы ұлты жоқ, бельгиец деген. Француз, неміс, голландец осылардан құралған мемлекет қой, Бельгия дейтін. Бұл корольдік, Бельгия корольдігі. Бұл жерде патша бар, королева, ханшайымдары кәдімгідей. Сондай мемлекет қой бұл деген. Мынау артында тұрған ғимарат университет секілді. Иә, сабақ өтіп жатыр студенттер. Ал мінеки қаланың ортасында айналып жүріп едім. Осындай бір туристік жер тауып алдым. Міне. Мынау қаланың бір ескерткіштерінің бірі. Орысша айтқанда писающий мальчик, сиіп тұрған бала деген ескерткіш. Яғни өздеріңіз көргендей. Бұл достар, менің білуімше, кейбір жаңағы мереке күндері, мереке болған кезде осы қалада мынау судың орнына жаңағы тәтті бір, тәтті дептім ғой, вино, осындай
ішімдіктерді ағызады екен. Мынау судың орнына. Осы достар. Өздеріңіз көріп тұрғандай туристтар өте көп екен. Мына жерде сол баяғы магнитиктар. 哦，这么老了啊，这有点老了。这个这个就脚了一。 видеоға 那我们去买点 сүрінеді. 先去买纪念品，好吧？往那儿走。 Алдыма тұрып алды ғой корейстар. Мінекей. Охо, мынаны қараңыздар достар. Бельгияның тәттілері, бельгийский вафлилары вообще бөлек қой бұлар дегенше. Ой, мынаны қараңыздар. Ой. Мынандай вафли көріп педіңіздер, а? Базар жоқ достар. Мынаны қараңыздар. Мынау не? Бұл жерде ақшаға меніңше сувенир алсаң бола ма? Мынандай ойыншықты алады екенсің. Ойыншық па? Мынау биткоин типа. Өте әдемі екен қаланың іші. Ой. Барлық жерін көре бергің келеді. Барлық жеріне бара бергің келеді. 2 евроға осындай магнитиктар. Мен Италияда қаншаға алып едім? Римда. Ютубта видеом бар, Италия туралы түсірген. Қателеспесем 3 евроға алдым ғой деймін. Бір магнитті, я. Мына жерде 2 евро екен. Ali, déjà pas le matin, Ал Бельгия ЛГБТ-ның астанасы, ЛГБТ-ның орталығы болып табылады ғой, оны білесіздер өздеріңіз. Мінекей қарапайым пешеходта осы ЛГБТ-ның жаңағы флагтарын бояп қойыпты жолға. Және осындай бір керемет бар екен. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай каннабис, шөп, неше түрлі нәрселер заңды, легальный. Дәл осындай каннабистің чупа-чупстары. Ондай бір ауыз сөзбен айтқанда барлығы легальный ғой бұл жерде. Шөбі де легальный. Жаңағы түнгі көбелектер де легальный. ЛГБТ-сы да бар. Білмеймін енді. Қандай мемлекет екен, әйтеуір Еуропа одағының астанасы деп білеміз. Бельгияны шоколадтың отаны деп танимыз ғой. Мінекей бельгийский шоколадтар, бельгийский вафлилар. Қалағанын алып жесеңіздер болады. Туристардың барлығы дәм тұзын татып жатыр, дәмін көріп жатыр. Неше түрлі сувенирлар, неше түрлі кружка, телефон держатель, неше түрлі зарядка. Қалаған нәрселеріңізді алсаңыздар болады екен. Амико. Бірте-бірте жылынып келе жатыр достар. Жана айттым ғой, өте қатты суық деп, қазір енді 1 сағаттай болды далада жүргеніме. Мінекей қолым бәрі нормально. Қалай ондай қатты жаурап атқан жоқпын. Ал артында Еуроодақтың және Бельгияның туы желбіреп тұр. Мынау алдында тұрған қандай здания екен, қандай ғимарат екен. Қазір барып көретін боламыз. Менің шокта достар.
Ойбой! Қандай жерден шықтым? Ё-моё, мынаны қараңыздар. Айта алмадым мынаны. Ё-моё. Не мынау деген? Артында қараңыздар. Жаңағындай мынандай көлікке отырып айналсаңыздар болады екен. Өте әдемі екен. Мына архитектураның өзі бір бөлек әңгіме ғой. Ой. Ана жерде көріп тұрсыздар ма, жоғарыда ерлі зайыптылар үйленіп жатыр ғой деймін. Бақытты болсын. Қандай әдемі, мынау қараңыздар. Мына жерде шырша бар екен. Бұл енді менің ойымша Вроцлавтағыдай бір жаңағы рынок дейді ғой. Мен Вроцлавта жүрген кезде рынокта болғам, Варшавада тоже. Мынау да дәл сондай бір рынок сияқты. Амиго қайда? Амиго келіп жатыр. Амиго? Чем напоминает архитектура? Что напоминает? Напоминает центра Вены. И Вроцлава? И Вроцлава тоже. Такая же архитектура, похожа. Ну да, красиво очень, да. Здесь чуть красивее, чем Да. Вроцлав. Не поспорю. Әдемі жерлері көп екен. Туристар да көп. Күннің даланың қаншалықты суық болғанына қарамастан туристар қаптап жүр. Сол Римдағыдай мына жерге кіріп Бельгияның шоколадын көреміз ғой деймін. Я кіріп көрейік. Мына жерде әлемге танымал, әлемге әйгілі бельгийский вафлилар, бельгиялық шоколадтар. €30 дейді ма? Охо. Енді бұлар оригинальный шоколадтар болғаннан кейін ештеңке деп айта алмайсың әрине. Өте керемет шоколадтар мына жерде бар екен. Тағы да қараңыздар. Ой, мынау қандай екен, а? Біреуін алып жеп көреміз ғой деймін. Біреуі 6-90 €. Ё-моё. Бағаларын айта алмадым енді әрине. €14.90. Would you like to have some chocolate? Yeah, maybe. So we have chocolate with hazelnut and Chocolate. mascarpone almond. Thank you. Маған шоколад беріп жатыр. Chocolate hazelnut and mascarpone almond. Өте дәмді екен. Өте дәмді екен. Біреуін алам ғой деймін. 20 €-ымды қиып. Қайсын алсам болады екен? Аяғым жаурап кетті, достар. Бір носки алайын деп шештім. Қазір носкиден алып, аяққа киетін боламыз. Брат, можно телефон, пожалуйста?
Карт пресс. Носки алдым. Қазір көретін боламыз. Қаланың вайбы керемет екен. Айналып жүрміз. Мынандай туристік жерлерді көп екен. Артында бір музей ма, өте бір үлкен бір ғимарат. Бұл не екен? Мінекей, мына жерде тағы да бір кішкентай арбат. Мына жақта тағы да бір арбат. Қай жағына барсақ болады? Брюссельді аралап жүргеніме 3 сағаттан асып кетті. Дала бірақ жылнар емес, мүлдем. Мынау көшенің ортасында бір кішкентай қуыс-қуыстарда ғана осындай күннің сәулесі көрінеді. Осы жерлерде ғана жылы. Ал қалған көшелердің барлығы мына жерге қаратай жүретін болсам, көлеңке, уже салқын. Өте суық, қатып қалдық. Очень холодно. Холодно. Қолым дірілдеп айта алмадым. Мынау Брюссельдің суығын. Қазір енді менің ойымша НАТОның немесе Еуроодақтың офисына, штаб квартирасына барып, соны көрейік. Бір секонд-хендке кіріп кеттік. Акбар екеуміз киім қарап жатыр. Киім болғанда енді Акбар білмеймін. Өзіне бір шалбар қарап жатыр. 17-де 50 евро дейді. Не, 17,50. Да, 17-де 50. Я евро сказал. Еще осындай екен. Тағы да бір Мегеккинг дүкені. Легальный шөп сатып алсаңыздар болады. Травки, ана шөп жеп отырған жерде. Мегеккинг деген магазин. Керек нәрселеріңіздің бәрін алсаңыздар болады. Бұл Брюссель, Бельгия астанасы. Оплатили. Потом я им еще раз сказал, короче, так не надо за 1,60 евро. Потом очень стыдно станет. Они, получается, проезд не оплатили. Да. И, короче, их, они попались, короче. контролером. Да, попались и оштрафовали их за 20 евро. Ал қазір мен Брюссельдің ішінде, Брюссель қаласындағы автобуста кетіп бара жатыр. Неге? Автобус құны қанша екенін білмеймін. Әйтеуір картамен төледім. Осы мемлекетке картамен төледім. Қанша евро болатынын білмеймін. Қалада осындай вайб, достар. Брюссельдің ортасы. Керемет вайб болып жатыр.
Мына үйлердің балконын көрдіңіздер ме? Жаңағы темірден жасалған балкон, төбелері жабық. Кейбіреулері жаңағы кішкентай үстел қойып қойыпты, кофе ішетін, отыратын, демалатын кейбіреулері жайып қойыпты. Жаңа мен айтқан дворец правосудия осы достар. Енді қазір мынау колесо обозренияға шығып көрсем ба деген ой бар. Міне тағы да бір осындай темірден жасалған жаңа балкондар. Негізі әдемі екен, әдемі. Кәдімгідей бір 3-4 адам сиятын орын. Одан кейін жаңағы чай ішсе болады, сол сияқты. Неше түрлі заттармен айналысса болады. Қалаға бір бөлек көрініс ашылып тұр. Өте әдемі бір жаңағы правосудиялары. Қазір барып бағасын білейін. Мына жер бірақ өте әдемі екен. Ұнап жатыр. Қалаға керемет көрініс ашылып тұр. Аллах Акбар шоу. Видеоға түсіріп жатыр. Туристар да көп екен. Енді туристар сияқты. Бұлай бір түрлеріне қараған кезде білмеймін енді. Түрлерінің барлығы туристқа ұқсайды. Бір жаңағы Бельгияның азаматтары деп айта алмайсың. Осындай. Қазір енді мына жаққа барып көрейікші. Өзім айтқандай 25 евро болса шығамын. Жерден сатып жатыр. Мына жерден де бір әдемі көрініс ашылады екен, достар. Қалаға деген өте әдемі. Өте әдемі екен, достар. Брюссель қаласына келіп жатсаңыздар, Бельгияның астанасына, ондай болса мынау дворец правосудия деген локацияға келіп, осы дворец жаңағы анау колесо обозренияға көтеріліңіздер. Мына жерден қалаға деген видті көрсеңіздер болады. Және осындай кереметті өз көздеріңізбен көресіздер, достар. Иә, өз көздеріңізбен көресіздер. Өте әдемі, достар, өте әдемі. Мына қараңыздар. Дәл артында тұрған колесо обозрения Бельгия астанасы Брюссель қаласында орналасқан. Локация дворец правосудия. Правосудия сарайы. Өте әдемі. Қазір бағасын білетін боламыз. Қанша евро екені? Бір шамамен бір 60 метрдей ма, 70 метрдей биіктік сияқты. Біздің Алматыдағы Hello, moment please. Так, 10 евро екен. 10 евро, е? 10 евро екен. Just moment. 10 евро. 10 евромен көтерілсеңіздер болады. 2 ticket, please. 2 person, yeah. Card. Card? Yeah. Можно телефон, брат?
Қазір 2 билет алып жатырмын. 10 евродан 20 евро болды. Thank you. Thank you, show. Alsjeblieft. Thank you. Мінекей 2 билет алдым. Қазір Акбар екеуміз. Hello. Кіріп көретін боламыз. Мінекей. Ой, кірдік, достар. Ал достар, мінекей керемет. Қараңыздар. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мына әдемілікті. Бельгия астанасы, Брюссель қаласы. Осындай керемет. Бұл шамамен 60-70 метр биіктікте орналасқан. Қараңыздар, қандай керемет. Өте әдемі. Автобусқа отырдық. Қазір бір музейге бара жатырмыз. Жаңағы ескі ретро автомобильдердің музейіне. Ретро автомобильдердің музейіне келіп едік. Бұл жерде мынандай керемет бар екен. Осындай бір арка. Және сол жақта мінекей ретро автомобильдердің музейі. Ал оң жақта мынау Бельгия корольдігінің, королевствоның жаңағы танк, жаңағы артиллерия, самолеттардың музейі. Ал мына жерде біз негізі Автовордқа келгенбіз. Мына жерде Автоворд Брюссель жазылып тұр. Lexus. Өте керемет көлік екен. Өте әдемі. Lexus LS500 дейді. Ал музейге кіріп көрейік, достар. Ал достар, билет алдық. Что там? Кіре берейін бе? Я билет алдық. Бір адамға 16 евро болды. 2 адамға 32 евро. Ал мінекей. Музейдің осындай. Ал мына жерде қараңыздар, қандай керемет көліктер. Мынау не дейді? 1987 жылы шыққан автокөлік. Қандай керемет десеңші. Мынау Феррари. 1991 жылы шыққан. Лотек TT 1000.
Мынаны қараңыздар. Ой, мынау не деген машина? Мынандай машинамен Алматыда жүрсең, япа. Мынаны қараңыз. Айналмайсың. Не деген машина, автомат екен еще. Автомат еместер. Өте керемет. Қараңыздар, екінші Audi автокөлігі. Audi автокөлігі 1984 жылғы. Жылтырап тұр. Кабриолет. Шын қараңыздар. Неткен машина мынау.
Ал құрметті достар, осы мен музейді қарап болдым. Мынау Бельгияның астанасы Брюссель қаласына келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы ретро автомобильдерді көруге келіңіздер. Мына автокөліктерді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, өте керемет автокөліктер. Жаңағы ретросы бар, жаңасы бар, ескісі бар. Мүлдем жаңағы ескі десе ескілері бар. Өте керемет автокөліктердің бірі. Акбаршу бауырым, мына жаққа тұршы. Ну-ка, бауырым, не деп айтасың вообще? Что скажешь? Как тебе нравится? Понравилось очень. Круто. Много машин. Очень древние и исторические. Ага. Что скажешь насчет пикап-машин вот этих? Хорошие. А насчет машин, арабок, девушки, арабки? Тоже хорошие. Ах ты! Ал құрметті көрермендер, мынау Автоуорлд Брюссель музейін аралап болдым. Барлығын көрдік. Баратын жерлеріне бардық. Қарайтын мәшинелердің барлығын қарап болдық. Өте бір керемет жер екен. Брюссельге келіп жатсаңыздар, міндетті түрде Автоуорлд Брюссель музейіне келіп кетіңіздер. Оған қарама қарсы анау Бельгия корольдігінің жаңағы артиллерия, самолет, танктарының музейі бар. Дәл осы Автоуорлдқа қарама қарсы. Оған кіріп көрсеңіздер де болады. Және тағы да басқа музейларды қарасаңыздар болады. Бұның жанында бір 2-3 музей бар. Осы енді достар. Ал енді мен сыртқа шығып сыртты көрейін. Не болып жатқанын, қандай болып жатқанын. Сосын сөйлесіп жатармыз. Там это гангстеры. Поют. Ал мінеки достар, жаңағы музейдан шықтым. Осыған дейін бір көрсеткенмін осы локацияны. Қазір әдемі болып жанып тұр, қараңыздар. Қандай керемет болып. Әдемі екен өзі. Дәл ортасы сияқты ғой. Әдемі екен. On le sait tous, oh ouais tu sais tu me clashes pas t'as la frousse. Oh bah ouais je te coupe à la main comme couscous. Oh ouais ça fait des secousses. Oh ouais dans mon terrain te ramène pas ta frimousse. Hey, oh ouais tu sais moi je suis pas chelou comme Pididi dans une soirée mousse. Hey, oh ouais je suis toujours dans cette merda. C'est le capitaine FRAKS, c'est le capitaine fracasse. De toute façon je te joue pas des maracas. Oh ouais je vais boire avec Booba à Caracas. Jamais je me lasse. Oh ouais qu'est-ce ça ouais envoie les liasses. Oh ouais ton rap il me donne la chiasse. De toute façon ouais je suis un vrai diable. Wow, ouais pas, Mike fait pas. Oh ouais je fais que monter les marches de l'empereur. Et y'a pas d'erreur, tu me fais une frayeur. Ah ouais je te mets ma halte capote en sueur. Oh ouais je comprends pas trop si mal. De toute façon moi je traîne dans la capitale. Ouais je te les trouve comme un cannibale. Oh ouais je suis ton fleureau par un bal. Je suis toujours à fond dans cette merde là. Au final je traite au cas par cas. Oh ouais j'en ai rien.
Ал мінеки достар, Брюссельде алған хостел осындай. Іші өте үлкен екен. Жаңағы бағасы бір адамға 150 злоты болды. Қазір жататын жерді көрсетіп жіберейін. Жатқан жеріміз осындай. Мен мына жерде жаттым, ал Горшо мына жақта жатты. Олай жаман емес. Бірақ жаңағы қара нәсілді адамдар көп екен. Қара нәсілді жігіттер деймін ба. Өте көп. Барлығы қара нәсілді десем болады. Ал мына жерде мынандай балкон бар екен. Мына жерде қараңдар. Сол қара нәсілді жігіттер жиналып отыр. Бұл енді Брюссельдегі Миди деп аталатын орталық вокзалдың жанындағы хостел. Бұл район негізі опасный, сондай бір қауіпсіз район болып саналады. Неше түрлі мигранттар, әсіресе Африка елдерінен келген өте көп. Осы достар, хостел енді бір түнге түнеп шыққанға нормально болады. Қазір енді хостелдан шығып Брюссель тағы да бір айналып шығамыз. Одан кейін бұйырса кешке қаратай Варшаваға қайту керек. Достар, мен жаңа броньдаған хостелдің ішінде бір таңғы ас береді екен, тегін. Осындай жаңағы бір круассан, мынандай бір тәтті бәліш, сосын йогурт шаймен береді екен. Енді бұның өзі аз болса да жаман емес. Даже таңертең кішкене жүрек жалғауға өте жақсы. Хостелда жаңағы қара нәсілді азаматтар, жаңа айттым ғой, өте көп екен. Шынымен осындай. Телевизор тұрған жерде, сол жерге барасын, саған таңғы асымыз бәрін алып береді. Жасап, осындай қылып, подносқа салып береді. Ал мынау хостелдің жанындағы район. Бұл енді сәл опасный болып саналады. Кілең мигранттардың районы ғой. Жаңағы Меди станциясына жақын жер бұл. Меди станциясының жаны десем де болады. Өте бір опасный райондардың бірі. Көшедегі улочкалардан, жатқан мусорлардан байқауға болады ғой. Мигранттардың районы екен. Жаңа алдында бұған дейін қаншама қара нәсілді жігіттер жаңа аяқтарына тәпішке болмыш болып жатқандарын көрдім. Осы. Сейчас. Міне тағы да бір Grand African дейтін жаңағы магазин. Кішкентай ғана. Бұл енді бір базар сияқты бір район ғой деймін. Базар сияқты жерге келдік. Қазір ішін көретін боламыз. Дәл өзі базар екен. Базарға келдік достар.
жерге келдік. Азыр көретін боламыз. Аңғарыңыздар. Өте сұлу. Бұл жерде балықтар сатып жатыр. Балық базары. Не бар екен? Аяқта не бар екен, Акбар? Балық сатып жатыр. Неше түрлі шаяндар, неше түрлі жаңағы осьминог, креветкалар. Креветкалар 10 евродан екен. Барлығы бар. Это что такое? А? Что за базар? Мясной какой-то. Мясной бір базар дейді. Базардың іші. Үлкен базар тауып алдық Брюссельдің жанында. Брюссельдегі медиа станциясының жанында. Мінекей достар, базардан шығып келе жатырмыз. Жаңа ар жағынан кіргенбіз. Қазір енді сәл бір 50 метр арғашықтағы алысырақ жерден шықтық. Қазір енді сәл медиа станциясына барып көретін боламыз. Брюссельдегі базар өте үлкен екен, біздегі барахолкадан да үлкен сияқты. Даже Акбар что говорит, что больше, чем Душанбе, а? Душанбедегі базардан да үлкен сияқты. Румынский ресторан. Апы-капы. Желді айта алмадым. Өте қатты жел соғып жатыр. Жаңа айтқанымдай қар жауайын деп тұр ғой деймін. Уже мұрным бітеліп ауырайын дедім. Қатты суық. Қазір енді Акбар шо айтады, бір жаңағы торговый центрге барып сәл 1-2 сағат айналып жылынып алайық. Қатты жаурап кеттік деп жатыр. Осындай енді достар. Бұл мигранттардың районы ғой. Жаңағы Румыниядан келген мигранттар, онан кейін мынау Африкадан келген мигранттар өте көп. Балкан елдерінен, я. Анау не бар, Албаниясы бар, Сербиясы бар, неше түрлі Черногория деген сияқты. Болгария. Я, болгарлар да көп мына жерде. Мына жерде метро. Кеше түнде осы жерден, осы метродан шығып хостелға қарай жүргенбіз. Барғанбыз. Автобустың іші осындай. Ал мінекей достар, Брюссельді аралап көрдім. Баратын жерлеріне бардық. Ал енді қазір сағат шамамен 2 болып қалды. Қазір енді Брюссель Шарлеруа әуежайына қарай жол тарту керек. Өйткені сағат кешкі сағат 8-де біз деген Варшаваға қарай жол тартамыз. Сондықтан да кету керек. Ал мына жерде осындай керемет вид. Қараңыздар, қандай керемет көрініс. Қазір енді менің ойымша Акбар екеуміз Брюссельге қарай, Брюссель Шарлеруаға қарай жол тартамыз. Ал мінекей достар, Шарлеруа аэропортына келдім. Жаңағы тексерістен өттім. Қазір енді duty free-да жүрмін. Шоколадтар қарап. Duty free зонасы. Қазір енді 1-2 шоколад алып, анан кейін барып өзім гейтіма барып Варшаваға ұшатын боламыз. 1 сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін.